Баяғы бір өткен заманда елге қатал Шалқан деген хан болыпты. Ол бір күні ерігіп ішіп пысады. Сөйтіп жанына тасын ертіп, үстіне сауыт сайманын киіп, божырға атына мініп, серуен құрып, саяхатқа шықпақ болады. Жолда келе жатып, бір дөңнің астынан жұмыртқадай аппақ әдемі бір жалғыз үйді көреді. Не де болса мен бұл үйдің мән-жайын білейін деп, хан үйге келеді. Кірсе, үйде жалғыз адам отыр екен. Ол сондай асығыс түрде алтындай жарқырап тұрған үлкен дастарханның үстіндегі тау-тау болып үйілген қағаздарды бірінен соң бірін ақтарып, реттеп, өзі-өзімен әлек болып жатыр. Хан не айтарын білмей, мына адамның асығыс түріне қарап таң қалды да тұрды. Кісіден ешқандай жауап болмағаннан кейін, Шалқан хан өзі жөн сұрай бастайды. Жарқыным, өзіңіз тіпті асығыс екенсіз. Жауап күтіп әлі тұрмын. Бір ауыз сөз сұрамауыңызға жол болсын. Сіз жөн сұрамасаңыз, мен сұрайын, рұқсат етесіз бе дейді. Кісі, сұраңыз деп қысқа жауап қайырады. Мен сіздің жөніңізді білгім келеді. Өзіңіз кімсіз дейді хан. Бұл білгіңіз келсе, Құдайдан өлі мен тірінің есебін алатын тіркеу орны болады. Мұнда өлген адамдарды бір бөлек, тірі адамдарды бір бөлек тізімдеп және келешекте кімнің қандай адамға баратыны, кімнің қандай адамды алатыны бөлек-бөлек рет-ретімен жазылып отырады. Менің асығыс түрде сізге жауап қайырмай отыруымның себебі осы. Мен үшін 1 минут уақыттың өзі қымбат. Жарқыным, менің жалғанда көрген жалғыз қызым бар еді. Көзімнің ағы мен қарасындай қарашығыма кім бұйырып тұр екен? Соны тізімнен қарап, азғана уақытыңызды мен үшін бөліңізші деп жалынып сұрайды хан. Кісі қынжыла отырып, бір елді билеп тұрған хан екенсіз. Көңіліңіз қалмасын. Қарасам қарап берейін деп, сары ала алтын дастарханның үстіндегі таудай болып үйіліп жатқан қағаздардың ішінен бір топ адамның тізімін алып шығып, жазулы кісінің атын жоғарыдан төмен қарай бір қарап шығып, былай дейді. Қараөткел шаһарында тұратын Байшат деген ханның қолында бір күң бар. Қызың сол күңнен туған құлдың баласына барады екен деп жауап береді. Ханның төбесіне зіл қара тас түскендей не айтарын білмей аңырап тұрды да қалды. Әлден уақытта хан өз-өзіне, жоқ, бұл өтірік. Қызымды мұндай адамға қосқанша өлгенім артық деп, кісімен тез қош айтысты да үйіне қарай жүрді де кетті. Солайша қалың ойға шомған хан үйіне келеді. Күндердің күнінде ханның ең жақын досы сенімді уәзірі. Алдияр, сіз неге сонша жүреп кеттіңіз? Осынша нені уайымдап жүрсіз? Қане, сырыңызды маған айтыңызшы. Қолымнан келгенше орындаймын. Сіздің табаныңызға кірген шөгір менің маңдайыма қадалсын деп ханның алдына келеді. Өзімнің жақын досым едің. Сенен не сырымды жасырайын? Деп Шалқан хан ішіндегі барлық сырын айтты. Ал бұған не айтасың деп ақыл сұрады. Сонымен Шалқан хан уәзірмен күні-түні ақылдасады. Ақыры екеу қайдан тапса да Қараөткелдегі шаһарға барып құлды өлтіру керек деп шешеді. Осы мақсатпен Шалқан мен уәзір Қараөткел шаһарына бет түзеп жүріп кетті. Әрең дегенде Байшат ханның еліне келді. Сонымен бұлар тұп-тура Байшат ханның 6 қанат ақ үйіне келіп түсті. Хан үйіне келген қонақтарды құрметпен қарсы алды. Бірнеше күн жол жүріп шаршап келді ғой. Тамақты дәмі ауызда қалатындай етіп жақсылап пісір деп, Байшат хан 2 қабат әйелге бұйырады да өзі қонақтардың қасына келіп отырады. Қонақтар өзара дуылдасып, өткен-кеткеннен жөн сұрап, қызу әңгімеге кірісумен болды. Әлден уақыттан кейін күң әйел әдепті де сыпайы жүріп келіп, тақсырлар, тамақ ішіңіздер дейді де өзі шығып кетеді. Бұл қонақтардың өмірінде ішіп көрмеген неше түрлі астары екен. Өздері де әбден шаршап шалдығып келгендіктен күңнің дайырлап әкелген тамағына қайран қалып, үсті-үстіне соға берді.
Шалқан ханның есілдерді күңді қалайда қолға түсіру болып отырды. Бір мезгілде Шалқан: «Япырмай, мынау менің өмірімде жеп көрмеген тамағым екен. Өзі күңнің білімпазы ғой. Неше түрлі тамақты ойдан шығарған ба? Қалай шебер жасайды? Осы күні өзіміздің елдің тамағы жақпай жүреді. 10 күнге күңіңді бере тұрсаңыз қайтер еді? Менің де күңдерім үйренсін» деп Байшат ханнан рұқсат сұрайды. «Мен басқа кісінің істеген тамағын іше алмаушы едім. Және күңім өте ақылды еді. Сіз бұрын көрмеген жат қонақ болғандықтан ғана амалсыз беремін» деп қиналып отырып жауап қайырады. Күңді қолына түсіріп алғаннан кейін Шалқан хан еліне жүрмекші болды. Жолда бейшара күңді өлтіріп, ішін жарып, жардың жиегіне қалдырып, өздері алға қарай жүріп кетеді. «Ал, бәлемнің көзін құрттым. Енді оған бұйырып тұр ма екен? Тағы барып Құдайдың тірге орын көрейін» деп үйіне тез жету үшін асығып келеді. Бірнеше ай жүріп, қуанышпен үйіне келіп, Құдайдың тіркеу тізімін тағы да барып біліп еді, сол баяғыдай құлдың баласы деп жазулы тұр екен. Бірақ хан оқиғаға өзінің көзі жеткендіктен нанбай жүре береді. Күңді өлтірген жардың жиегінде бір қараша үй бар еді. Онда өте кедей кемпір мен шал тұрады екен. Бір күні кемпір тезек теріп жүріп, жардың ішінде шек қарны ақтарылып жатқан әйелді көреді. Ішінен шырылдап жылаған баланы көріп, кемпір сасқаннан ойбайлап шалына айқай салады. Шал кемпірді қасқыр жарып жатыр ма деп аңғалақтап жүгіріп келсе, әлгіндей сұмдықты көреді. «Япырмай, бұл байғұсқа кім қастық істеді екен?» деп шал нәрестені көтеріп алып, әйелді жерлеп үйіне келеді. Құдай, дүниеде бала бермеп едің, енді даладан бердің. Не де болса бұл баланы қолынан келгенше қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмаймын деп баланы жуындырып киіндіріп, емізікпен сүт беріп, мәпелеп аялап өсіре береді. Баланың атын Жарболат қояды. Жарболат атына сай, құрыш білек, асқан шебер, таланты ер жүрек болып өседі. Сөйтіп, кемпір мен шалдың еңбегін ақтаған баланың білімділігі, тапқырлығы жер көкке жайыла бастайды. Осылайша Жарболаттың даңқы жер жарады. Күндердің күнінде хан бір түс көреді. Бірақ не көрген өзі ояна келіп ұмытып қалады. Әрі ойланып, бері ойланып, ойына түсіре алмайды. Сонан соң елге жар салады. «Кім-кім ұмытып қалған түсімді тапса, дүниедегі жақсылықты басына орнатамын» дейді. Бұл сөзді естіп, бір сұмырай мыстан кемпір ханға келіп: «Тақсыр, осындай бір кемпір мен шалдың қолында асыранды бала бар. Сіздің түсіңізді бір тапса, сол айтар» дейді. Хан баланы шақыртып, мән жайын сұрап, ұмытып қалған түсін айтқызады. Бала ханның түсін тыңдап, жорып береді. «Сіз түсіңізде бір үлкен дария көріпсіз. Оның екі жағы биік жар. Жардың бір жағында 40 жылан, екінші жағында 40 айдаһар тұрады екен. Судың ортасындағы өзіңіз және бір қарлығаш анда-санда сіздің аузыңызға су құйып тұр. Міне, осыны көріпсіз» деп бала сөзін бітіреді. Хан: «Дәл өзі, осылай көргем. Жаңа ғана есіме түсті ғой. Енді осыны жорып бер» дейді. Оны былайша жорған бала: «40 жылан, 40 әйеліңіз. Олар сізге қас екен. 40 айдаһар 40 уәзіріңіз екен. Олар да сізге дұшпан екен. Дария бақытыңыз, қарлығаш жалғыз қызыңыз, сол ғана сізге дос екен» деп жауап береді. Хан балаға қайран қалып: «Сен кімнің баласысың? Әкеңнің аты кім? Шешең кім?» деп баланың тұқым тұяғына дейін сұрап еді, бала жөнді жауап қайтармады. Сонан соң хан баланың әкесін шақыртып алып: «Жаныңның барында айт, мына баланы қайдан алдың? Әкесінің аты жөнін айт» дейді. Шал сырын айтпауға тырысқанымен, еркіне қоймаған соң, амалсыздан қорыққаннан баланың мән жайын айтады. Оны қалай асырағанын, әкесін де, шешесін де білмейтінін жеткізеді. Хан баланың жайын білгеннен кейін, мұның көзін дереу құрту керек екен деп, өзінің баяғы уәзіріне былай деп қағаз жазып береді:
Мына баланың көзін құрту керек. Бұл анада өзіміз өлтіріп кеткен күңнің ұлы екен. Тірі қалыпты. Егер өлтірмесең, қызым осыған бұйырады. Өлтір, өлтір деп жазыпты. Баланың өзіне ұстатып, уәзірге апарып бер деп қоя береді. Қараңғы түн еді. Бала әбден шаршап келе жатып, бір жарық түсіп тұрған терезенің алдына келіп, демалып отырып, сол жерде ұйықтап қалады. Бұл жарық түсіп тұрған терезе ханның қызының үйі екен. Қыз терезеден жарқырап түскен бір сәулені көріп, таңырқап далаға шығады. Алтындай нұры жарқыраған бір жап-жас бала көп жүріп, қалжырап ұйықтап жатыр екен. Қолында бүктеулі қағазы бар. Қыз қағазды алып, ішіндегі жазуды оқиды. Ол баланы оятып, құрметтеп үйіне алып келеді. Оны неше түрлі дәмді тағамдармен сыйлайды. Қыз балаға ғашық болып қалған еді. Сөйтіп, баланың қолындағы қағазға ол керісінше былай деп жазады. Мына балаға қызымды қос. 40 күн ойын, 30 күн тойын өткіз деп жазып, әкесінің қолында етіп қолын қойып береді. Сөйтіп балаға, мынаны тез уәзірге апарып бер деп, оны жібереді. Уәзір қыз бен баланы бір-біріне қосады да, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, құрметпен өткізіп жатқанда хан тойдың үстіне келеді. Бірақ басқа лаж таба алмаған хан еріксіз қызын беруге көнеді. Сөйтіп, Жарболат қызды алып, бақытты да ұзақ өмір сүріпті деседі.